Жер иесі қазақпын мен, тағдырым тұрағым, өзіңсің жұмағым, Қазақстаным. Қалықтап қыраның, таусылмай жыраның, Қазақстаным. Көгінде азатпын, төрінде ғажаптың, отаны қазақтың, Қазақстан. Көгінде азат күн, төрінде ғажаптың, отаны қазақтың, Қазақстан. Қазақстан, отаным Қазақстан, Қазақстан, отаным Қазақстан, Қазақстан, отаным Қазақстан, Қазақстан, отаным Қазақстан. Ырандала қағанатым, қуған баба аманатым. Орман тау кең далам, қымбатсың сен маған, Қазақстаным. Жерұйық төресің, туған ел мен үшін, Қазақстаным. Көгінде азаттың, төрінде ғажаптың, отаны қазақтың, Қазақстан. 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 Қазақстан, отаным Қазақстан, Қазақстан, отаным Қазақстан, Қазақстан, отаным Қазақстан, Қазақстан, отаным Қазақстан. Ашық, ашық, кіре бер. Тағы да біздің алқа шығар. Ішіп жүргенде бір ай болды, спиртсмен неме. Сәлем, подружка, туған күніңмен. Сәлем. Қатира, сендерді көрмегелі қай заман қайдан жүрсің? Айтпа. Не болды? Әп-әдемі болып кетсің ғой. Қош бір нәрсе болып қалды ма десем? 35 емес тура 18, не уже болып тұрсың ғой. Рас әдем болып кеткен ба? Қараш. Просто кеше Моншаға түскен ғой. Димаш, Ау, туған күнге дайындалып жатсың ба? Тамақ не шығып тұр ғой. Иә, бірдеңе шығады. ту жоқ ана мысық оңбаған, кроваттың астына отырып қойыпты. Айтпақшы мысық демекші Қатира, сен байға тидін ба? Қайдағы бай? Маған әлі бар ғой. Карьера құру керек. Жұмыс істеу керек. Әлемді көру керек емес па? Шо ешкім шақырмай жатыр ма? Иә. Мен сол айтпайсың мен, не болды? Қыздар сондай Жіберейін, әңгімені қойыңызшы қойыңдаршы. оның бәрін. Одан да Пимаш қараш, Қатира екеуміз саған базардан мынау ски сыйлық алып келдік туған Бүгін күніңе. базарды көшіріп алдық қой Оның саған. несіне әуре болдыңдар қыздар, жыл сайын туып жатқан туған күнім Құрбымыздан айымыз ба? Жоқ, ешқандай әурелігі жоқ. Ойбай. Не болды? Міне инкубатордың балапандар ұқсап киініп алыпсыңдар. Әлде распродажа ма? Жоқ. Екеу алсаң үшінші тегін беріледі екен. Қай дүкенде? Осының аузына сөз тұрмайды, пусть говорят деп. Пимаш, саған сыйлығымыз бар, Қатира көзін жап. Сюрприз.
Happy birthday Пимаш. Happy birthday Пимаш. Аш Bir, iki, üç. Ой, рахмет, қыздар. Туған күніңмен. Ой, рахмет, мынандай опа. Туған күніңмен Пимаш. Бересің ба, бермейсің ба? Ала, Берсең ала. бер, анда палау өтіраппен бермесең бер. Ала, жоқ. Керек жоқ анда маған. Құтты болсын өзің тоздыр. Ой, қыздар, рахмет. Бізге сол тегін тауып алған нәрсе болмаса. Подругамыздан аяймыз ба? Айтпақшы Пимаш. Ау. Осы біз сен неге Пимаш деп кетіп едік? Иә, ылғи Пимаш деп. Түрін пимаға ұқсағаннан кейін. А, иә. Бар ғой, совсем түк өзгермексің. Қойшы. Жоқ, әзілім ғой, Пимаш. Ау. Бүгін мереке ғой сенің туған күнің. Кішкене 100 грамдатпаймыз ба? Айтпақшы байын қайда? А? Байын қайда деймін? 100 грамм қайда сонда? Арақ сататын дүкенде істей ме? Иә. Біздікі ме? Иә. Ол арақты сатқанша сен сатып жүрсің. Қош, Бәсе. мені кім алады? Қыздар, енді бір жартығы болсын алады ғой. Қыздар ренжімеңдерші, үйде арақ атаулы жоқ. Давайте шай ішейік. Шай? Пимаш, Ау. Қумаш. Күнде 35-ке келіп жатсың ба? 33-ке. Ну, тем более онда 35-ке ішіп алайық, сосын 35-те шай ішіп отырамыз. Иә, сөйтейік давай. Иә? Онда мен қыздар дүкенге барып келейін. Әйтпесе үйдегінің бәрі біздікі тауысқан. Қайда тықсан тауып алады сапер неме. Соны бір арақтан қойдыра алмай қойдым. Таныс емшілерің жоқ па? Емші? Емші? Емші дейді. Керек жоқ. Ешқандай емшінің қажеті Қажет, жоқ. айт. Қазір бар ғой, сен байын келеді ғой. Аха. Біз Айкоша екеуміз оның әйелі болып кезек. Тоқта. Немене кезек? Дұрыстап тыңдап алсайшы. Тыңдасайшы сен. Иә, содан кейін бар ғой, үшеуміз бірдей киініп аламыз да, оның әйелі болып шығамыз. Мы с Айкоша против наркоша деген агентство ашқан болатынбыз. Сол арақтан есім ауысты деп арақты қойып кететін болады. Ол мүлдем ішпейтін болады содан кейін ма? Болды, қойыңдаршы. Не болды? Басым айналып кетті. Аяғың ауыр шығар? Қойшы. Әзілім ғой. Мен де кәдімгі ойланып қаптым ғой кәдімгі. Әзіл деп жатыр ғой енді. Өзің әзіл дегенде сондайсың. Так, менің түсінгенім бойынша қазір мен мына көйлекті киемін. Иә, сосын кезек шығамыз әйелі болып. Кішкене пәшөктен ұят сияқты кішкене. Ешқандай ұяттығы жоқ, ки. Ки дегенде ки. Вау! Айналайын ба? Айнас, Пимаш, айнас. Қандай керемет. Пимаш, модельдер сияқты жүрсі. Ой. Айттым ғой, мисс Қазақстанға 90-шы жылдар мен жіберу керек еді деп. Гран-при алып жүрдің ғой сен. Пимаш, между прочим, мұндай көйлек әлемде біреу ғана. Біреу ғана ғой, біреу. Сендерде де бар ғой? Енді бізде де біреуден ғой. Біреуден, иә. Қалай өзі құйылып тұр ма? Иә, құйылып тұр. Размері менікі ма? Бәрі сенікі ғой, қаншықтар бәрі дәл келіп тұр, сенің размерің. Кішкене ұзындау сияқты, етегі ұзындау сияқты. Қатер айтшы, дұрыс қой, навыре салдық қой. Навыре салдық қой, иә. 40-қа келгенде мен өсет деп отырсың ба? Бәрі бар ғой. Депутаттың қатындары құсап жайнап кетті. Келді не біздің алқаш. Байын келді ма? Қыздар кухняға барыңдар, кухняға барыңдар. Сосын мен шығам, сосын сен шығасың. Анжаққа барыңдар. Әй, тамаққа тиіспеңдер. Қызыларақ төгілгендей қатен пәшік пришел. Мешок пришел де. Что-то настроение жоқ қой. Тағы сол арақ па? Ішпе дейсің ғой. Ішпеймін арағыңды. Мына жерде тұр. Көрініп тұр, шүпілдеп тұрсың ғой. Оңбаған сен саусағыңды тіліп жіберсе спирт ағатын шығар. Келер айдан бастап арақ қоям. Қашан? Келер айдан. Келер айдан? Әй, мына ай жана басталған жоқ па? Басындағы не? Шляпы ғой бұл. Басы бар адамдар ұсап шляпы киіп. Соны айтам. Ковбоймын ғой мен, ковбоймын. Ковбоймын деп қояды, үйінде шықағылағы да жоқ. Тағы басталды. Құдай ау саған тигенде қайда қарағам? Ешкім тыңдамай, соқыр саңырау болған мамам тыңдамай. О, міне көрдің бе? Мен сені қандай аурудан емдеп шығарғам. Емшімін мен. Оңбағансың сен. Қатын, көп басты қатырмай, су алып көш, тамағын кеуіп болады. Қазір оқтау әкелемді әкені танытам, мен үшін іштің ба? Мейлі, сол оқтауға барасың ғой, сол кезде су ала кел. Оңбаған мен туған күнім өзімде ішкеліпсің подаркы боп. Осы мен түбімен мысық екеулерін жететін болдыңдар. Алқаш. Айтпақшы, бүгін мұнан туған күн екен ғой. Адам құсап бір арақты қойын десем, тағы ішуге тура келді. Күнде біреудің туған күні, алқаш болатын болдым. Мә, суыңды ал.
Димаш, сен бе? Енді кім? Сен арақтан ішіп есін ауысып кеткен әйелін танымай жатсың өзіңнен. Суға кеткен кім? Суға кеткен? Шота бүгін көп іш қойған ғой деймі? Иә, көп іштің. Тоқта. Не болды? Сенің менің оң жақ бет деді ғой. Тұр ғой міне. Андағың сол жақ бет ғой. Іштегі, алқаш. Оң мен солыңды ажырата алмай қалыпсың ғой. Тоқта. Аздап вес жинап алғансың ба? Үлгі кетіпсің ғой. Қайдағы вес? 2 килограммдай қосып алсың ғой. Ол сенің зрачогың үлкейіп кеткен. Сен бар ғой, сен скоро ауру боласың винокровимен. Болды. Арақты қоям. Дұрыс, баяғыдан қою керек еді сол арағында. Чисто коньякқа көшем. Бүгін ішім, сен туған күнің ғой. Мен туған күнім 25 майда. Ойбай. Иә, туған күнім бүгін. Пәшөк, туған күнімді ұмытпапсың ғой менің. Ұмыттырмайсың ғой сен. Пәшөк, менің туған күніме шуба әпермейсің ба? Шуба. Сенде бар емес пе? Қоян терісімен. Қой, шұқа ғой ол, суық. Ниче? Ол терімен қоян. Өмір бойы жүрген, үсіген жоқ. В общем, биыл да подарка жоқ десейші. Жаныма менің өзім саған подарка емессің бе? Пішту. Келші пима шашыңнан иіскейін үй жаным. Құры бар ара, ондай подаркың керек жоқ. Жүр онда подаркасы. Подаркасының түрін. Сенен біреуің бар ма? Әрине басқа байым бар ғой. Немене? Мен су алып келейін, 10 баға. Тоқта! Қайдағы су? Оқтап әкел. Я передумал. Оңбағанның қатыны. Басқа байым бар деп қояды ғой. Көтеден басқа байды. Құтырайын деген екен. Закускасы бар ішінде ғой. Боқтама. Сен кімсің? Дженнифер Лопеспін. Ішті қарағында алқаш, туған қатын танымай. Пимаш? Иә. Чё с тобой? Чё с тобой? Не? Сен бара-бара үлгейіп барасың ғой? Ей, бара-бара деме. Бара-бара-бара, бере-бере-бере де ұқтың ба? Саған бара-бара өрмелеп мініп, сырғанап түсетін шығарым? Не мынау? Сок, кола 2 литра прикола. Сенді ме? Пимаш, сенің менің бетіңнің сол жақ, оң жақ көшпелі ме? Менің жасыл ол кетті. Ішті қарағында алқаш, сенің ұшы бар ғой, ішіп-ішіп түсте едіреді ажыртамай қапсын, оңбаған емес ол. Алқаш! Қара фломастер бітіп баса өл дейсің ба? Пимаш, саған дәрігерге көріну керек. Неге? Сенде опухоль. Ей, жаңғарсың! Сен ол ішіп-ішіп кішірейіп барасың, алқаш. Бәсе, бұрын қарағайда еркек едің. Қазір чурка болдың. Пимаш, Не? енді ішпейм. Енді ішсем, сен піл болатын сияқтысың. Бүгін ішем, сосын все, горох. Адамды күлдірме. Ертең таңертең бас жазасын, атаң бас. Жоқ, ішпейм. Қинамаш мені. Пацан сказал, пацан сделал. Лақтыр! Немене, қызын ұзатып атсың ба? Жоқ, Пимаш, Пимка. Сенің туған күніңе бар ғой. Ана тұрған жұлдызды алып келейін бе? Кішкентай ана ұнамайды. Онда ана тұрған жұлдыз ше. Әй, бастыға тұрма. Бүгін үйде қонасың. Қазір подружкаларым қонаққа келеді. Мен онда барып бір жарты алып келем. Қайдағы жарты? Міне? Даңған. Байланып қалғасың ба не араққа? Лақтыр! Лақтыр! Лақтыр дедім ғой мен саған. Лақтыра сайын ба? Лақтыр! Бүгінен бастап никакой арақ, никакой вино, никакой коньяк, никакой пиво, никакой қыздар, ұқтың ба? Сонда маған өл дейсің ба?
Бастыға тұрма. Ана Биебайдың үйіне барасың қазір. Сол үйге барасың да қымыз алып келесің, ұқтың ба? Бүгіннен бастап тек қана қымыз ішетін боласың. Мейлі, маған ашты болса болды. Бар. Шакира, молодец. Көрдіңдер ме? Көрдік ана Биебайдікіне бара алмай адасып Қыздар, өмірі бар маған. қыздар, басында бар ғой, мен қатты шошып кеттім, мен танып қоямын деп жүрегім дүрсілдеп. Сен менің қорққаннан айтсайшы. Көз бильярдтың шарындай болып кетті. Қайдағы бильярдтың шары, боулингтің шары десейші. Ой, қыздар, рахмет, расында да сендерге көп. Бар ғой, сен екеуің болмаса не етер едім. Алғашбай мен алғаш болып кетер едің. Қойшы, мен де расын. Айтпақшы, сендер Клараның күйеуін көрдіңдер ме? Я, естідім. Арақты, темекіні, насыбайды, бәрін тастапты. Иә, Ой, бәрін- біз ғой енді біз ғой қойдық. Естілмесін, бәрін тастапты, ақыл Иә, боты, бәрін бәрін тастапты. Мен тастапты. Сайкоша Арақ против темекі наркоши жаман деген қылықтар. агентство ашып Жаман әдетім бәрін тастапты, естіп Ой, көрдім. бәрін тастайды. Любой еркекті Тоқта. арақтап. Не болды? Клара Амбайы. Иә. Темекін тастады, Иә, арақ тастады. Иә. иә, Ол артынан Клараны да тастап кетті ғой. иә. Анау қайда Енді- кетті? Ай, кім тастамай жатыр дейсің? А мен вообще байға теген жоқпын. Хотя бы бір рет тисең ғой, сосын мейлі тастап кете берсін. Ал, ренжіттің. Кешірім сұра, шайға шақыр. Туған күнім ғой бүгін менің, қойшы, бұл қоймай. Жарайды. Жүріңдер қыздар, шай ішейік барып. Не, сендерге енді басқа көйлек берейін ма, не істейін? Пимаш? Сен Иә, сен анда көйлегіңді қымызға ауыстыр. кетті ғой, білесің ба? Ой, естідім ғой жаңа қымызға кетті екен. Бүгіннен бастап халал алқаш болады. Басқа көйлек берейін ба сендерге қыздар? Иә, көйлегімізді ауыстыру керек, қазір үш әйелін көріп талып қалады, қайтадан ішіп кетеді арақты. Иә, бізде бар ғой 3 жыл гарантия ішпейді ғой. Онда жүріңдер, мен гардеробымды көрсетейін сендерге. Саған бір Жүрен тезірек табылады дастарханға саған барайықшы размер. енді. Мен ана плащым бар. Қайсы? Ту сиыр сауатында келсін. Жүр, Өзіңмен кездескенде алдымда арман толы жол жатқан ед. Ешқандай сезбеспен де махаббат бағын біздер орнатқан ек. Ендігі түспес кеуде елестің тұтқынымен болмақ бәлек. Қайтадан келмес кезге сағынышырын айтам сол баққа кеп. Ақерке ерке қосып сен әлі еркемісің, сағым боп сағындырған еркелесер тегісің. Ақерке ерке қосып сен әлі еркемісің, сағым боп сағындырған еркелесер тегісің. Суретші қыл қаламы өрнектер мінсіз сурет секілдісің. Сен тастап бұл қаланы қай жаққа ұшып кеттің еркін құсым. Аққудай көреккенсің, артыңа қайрылмастан кете барған. Сен менің көлеңкемсің, бейнеңді ұстай алмай өтеді арман. Ақерке ерке қосып сен әлі еркемісің, сағым боп сағындырған еркелесер тегісің. Ақерке ерке қосып сен әлі еркемісің, сағым боп сағындырған еркелесер тегісің.
еркелес ертегісің. Ақ ерке қосып, сен әлі еркемісің? Сағым боп сағындырған еркелес ертегісің. Кетсең де көңілге маза бермедің. Айқаспай кірпік таң атты, аңсаумен сені батты күн. Лейла, лейла, қалқамай, келші сәулем, еркем-ай. Сағыныш болдың сен маған, қызғалдақ гүлдей жайнаған. Лейла, лейла, қалқамай, келші сәулем, еркем-ай. Сағыныш болдың сен маған, қызғалдақ гүлдей жайнаған. Сапарлас болып сағыммен, санастым сары белдерден. Үзіліп салар саздарым, еш жерден сені таппадым. Лейла, лейла, қалқамай, келші сәулем, еркем-ай. Сағыныш болдың сен маған, қызғалдақ гүлдей жайнаған. Лейла, лейла, қалқамай, келші сәулем, еркем-ай. Сағыныш болдың сен маған, қызғалдақ гүлдей жайнаған. Сағыныш шіркін ойын ба, үмітіңді үзіп мұңайма. Шығарсың бәлкім алдымнан, арайлы алтын таңымдай. Лейла, лейла, қалқамай, келші сәулем, еркем-ай. Сағыныш болдың сен маған, қызғалдақ гүлдей жайнаған. Лейла, лейла, қалқамай, келші сәулем, еркем-ай. Сағыныш болдың сен маған, қызғалдақ гүлдей жайнаған. Лейла, лейла, сағыныш болдың сен маған. Лейла, лейла, қалқамай, келші сәулем, еркем-ай. Сағыныш болдың сен маған, қызғалдақ гүлдей жайнаған. Ойына әлмен Әзбекованың әделеп қонақ болып біздің шашбауымызды көтеріп келіп отырған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бауыржан Сабзалыұлы Ибрагимов.
қатарынан қойып тастаусыңдар, қайсысы бұны жақсы дейтін? Осы ортасындағы дұрыс-ау дей ме? Көңіліңізге қалаған. Сенікі жақсы шығып тұр ғой. Ең жақсысын өзіңе бағасың ба? Рас. Мақұл. Енді жалпы мен мына Арманды қасым алып бір-екі әңгіме айтайын деп отырмын, Арманжан берген. Біз өз мына жасымыз келіп бір қартайып тұрған şeyimiz жоқ. Биыл құдағыз 50-ге келдік. 4 октябрьде 50-ге толдым мен биыл. Елуге толып, сол 50-ге толған шағымда енді мына сахнаға шықпай кеткенімізге бір 3 жылдай уақыт болды. Мен енді мынау Арманның осы бір үлкен өнерге қадам басып, бір театр ашып жатырмын. Аға келіп бір батаңызды беріңіз, осындай халықтың алдына шығып бір ниетіңізді, тілегіңізді айтыңыз дегенге мен неге келгенім туралы біраз әңгіме айтып берейін деп жатырмын, предисловие. Сол енді мына 3 жыл, 4 жыл болды. Мен мына Астанаға көшіп келгеніме 2 жыл болды. Баяғыда Нұрсұлтан Әбішев өзі шақырып, осы жерге мына театрыңды құр. Бұл енді 2000 жылы миллионер болған кезде театрдың зданиясына дейін беріп, квартираға дейін берген кезде мен шынымды айтсам, енді осы Астананың болашағына бір күмәнді болдым ба екен, или бір Алматыны қимадым ба, мен білмеймін. Енді ол енді бастан өткен нәрсені өзіңнің жіберген қателігіңді, кінәні басқадан іздеуге болмайды. Енді ол кезде келдім, бір 3 күндей жаңағы Жақсыбек ол кезде әкім, оған 3 күндей кіремағаным бар, бірақ енді кейін сұрағандай да мен айтатын бір әдеттерім болды енді. Ой, Жақсыбегің адам емес деген, бір ай кіремай кеттім деп, ол өтірік бірақ. Мен 3-ақ күн келіп жаттым, сол осы қабылдамас екен деп, сол қабылдамады, қайтып кетіп қалғам. Шынымды айтсам, өзімнің ішімде бір желанием болмады. Бірақ енді әйтеуір Құдай өзі уақытын келтірді, барлық нәрсе оң солымызды таныдық, ақыл тоқтаттық деген сияқты. Сонымен осы Астанаға келуге тура келді, өйткені енді жас келе жатқаннан кейін, мынау біздің вообще бүгінгі сахнада болып жатқан бұл өнер, өзі кенже қалған өнер. Бұл енді тек қана бұл өнердің қолдаушысы мына сіздер сияқты біздің қаракөз қазағымыз, көрерменіміз, сіздерден басқа бұл жанрды қолдайтын ешкім жоқ. Өкімет қолдамайды, оны білесіздер. Өкімет қолдаса баяғыда бізде мемлекеттік әзіл-сықақ театр ашылар еді, эстрада театр ашылар еді, оның бәрі бүгінге дейін ашылған жоқ. Ол туралы енді айтып келе жатырмын мен, хатта жазып келе жатырмын, газетте де жазылып жатыр, бәрі болып келе жатыр. Бірақ енді дегенмен жалпы соның бір бастамасы бәрібір түбінде болу керек қой деп, мына Айман Мұсақожаева деген біздің бір талантты қызымыз бар, скрипачка, өте дарынды адам, бүкіл дүниежүзі біледі. Сол кісіге президентіміз үлкен сенім артып, мына Астанадан баяғыда Академия музыка деген ашқан, содан кейін оны енді үлкейтіп, қазір университетіне, қазақтың ұлттық университеті, өнер университеті деп ашылды. Астанада болып жүрген кісілер болатын болса, Астанада жаңа площадьтың қасында мына тайдың тұяғы сияқты бір здание бар. Оны енді алып қашты сөздер көп, біреулер Кинг-Конгтың гаршогы дейді, біреулер құстың ұясы дейді, әртүрлі айтады. Тура жаңадан салынған мешіттің тура қасында тұр. Бірақ негізі ол біздің үлкен ағамыз, архитектор, сол кісінің, мен қазір енді атын шынымды айтсам ұмытып тұрмын, сол кісінің өзінің жасаған шешімі қазақтың баяғы Қобыланды сияқты, баяғы ер тарғын алпамыс сияқты батырлардың мінген тұлпарларының тұяғы деп, соны өзімді тұяқ сияқты қылып жасаған екен. Сол жерде қазір Шабыт деген қазақтың ұлттық өнер университеті бар. Сол жерден биыл бірінші рет бұрын бізде болмаған мамандық аштық. Ол мамандықтың аты актер эстрада и миниатюра деген. Ол енді мысалы үшін біз бәріміз, ұлан болсын, мен болайын, баяғына тамашада болған азаматтар, Мейірман бар, Құдайберген бар, бәріміздің оқығанымыз бізде бірақ қана мамандық болған, ол актер, драма и кино. Біз соны бітірдік. Мына юморист болған біз өзіміз қолдан жасап алғанбыз. Сондықтан енді мен өткенде айттым, осы театрда ашудың, мен бір баяғыда 92 жыл бір театр ашып едім, жекеменшік театр. Енді осы театрды өкімет деңгейінде мемлекеттік театр қылып ашпасақ болмайды. Өйткені мынау әзіл-сықақтың
жағдайы қазір өте мүшкіл жағдайда, өйткені мынау КВН деген сияқты бірдеңе ана анекдот айтқышбектер, я образ жоқ, я костюм жоқ, я басқа жоқ. Әйтеуір сахнаға шығып, аузына келгенін лапыттап, сондайға ұшырап қалдық. Сондай момент болды. Сондықтан да өткенде енді Нұрсұлтан Әбішевке хат жаздық. Міне осында біз курс ашып жатырмыз. 14 бала қабылдадық. Ертең осы балалардың баратын жері болу керек. Мемлекеттік Әзиз-Хақ театрын ашайық деп, сол үлкен бір жұмыс бастап жатырмыз. Сол жерде қазір енді 14 бала оқытып жатырмыз. Жаңағы алдарыңызға шыққан Ұлан Нүсіпәлиев деген теріс қақпай театры, Бауыржан шоудың актері, сол доцент деген атақ алды сол жерден. Оған сол өкімет сол жерден 2 бөлмелі үлкен қан шатырдың қасынан квартира берді. Сол дәріс беріңіз, балдарға оқытыңыз деп. Мен енді сол жаңағы курстың руководителі ретінде профессор деген атақ алдым. Мына 50 жылдыққа байланысты кеше ғана осы 11-інде бір күні президенттің күні патшамыз қолын қойды. Құрмет орденін беріп жатыр. Оған рахмет. Сондай өмірде жақсы жағдайлар болып жатыр. Мен енді не үшін келгенімді, мына қазір жаңағыдай сахнаны сондай бір әйтеуір өнер қуған емес, дүние қуған, әйтеуір 5-6 баланың басын қосып бірдеңе қылып бір осы елдің басын жинап ақша тауып кетейік деген нәрседен емес. Мынау армандардың маған бір ұнап қалғаны, бұлардың бір айтатын ойлары бар. Бұларды мына сатира жағы басымдау. Әйтеуір біз халықты шақырған кезде бірдеңе тастап кеткіміз келеді. Қазақтың осы тілі туралы, жері туралы әрбір адам келген көрермен сахнада біз ойнап жатқан нәрседен бір нәр алу керек. Мына жерде әр адам өзінің бір қателігін көру керек бір жерде. Ол күлкі әрине жақсы ғой, күле берген, бірақ әр күлкінің өзінің бір зілі болса, оның бір айтатын ойы болса, мен өзім ойлаймын, оның ертең болашағы болады деп. Сондықтан да өзі сондай бір ұзын не дейді, семіздің жіңішкеріп, жіңішкенің үзілейін деп тұрған сондай бір өнердің кезеңінде, мынау қазір енді біздің табиғатымыздың да әптен сондай жағдайға ұшырап жатқан кезінде күнделікті айтып жатырмыз, экология дейміз. Мына адамдардың да баяғы Совет өкіметінің кезіндегі мынау адамдардың бір кеңдігі, пейілдегі бір тазалықтары қазір азайып кетті. Жұрттың бәрі әйтеуір дүние қуып, анау проблема, бірдеңе, кредит, анау өте қиын болып өткен заманда өнердің де бір сондай ақсайтын бір кезеңі болды деп ойлаймын. Бірақ сол қиындық кезеңдерде алып шығатын бір азаматтар болады. Өзінен өзі атырылып шығып, оған өкімет ақша беріп жатқан жоқ, өкімет қолдау жасап жатқан жоқ. Бірақ сонда да өзі туа біткен, өзі қанында, өзінің ұлтына, еліме деген сүйіспеншілігінің арқасында бір ақ бозатқан мінетті бірдеңе жасағысы келеді. Мүмкін бір жері дұрыс болмай жатуы мүмкін, бір жерінде кемшілік болып жатуы мүмкін, бірақ дегенмен ар жағындағы сол ниетіне, ар жағындағы сол бірдеңе істегім келіп жатырмын деген ана талпынысына өзің риза боласың. Сондықтан да мына арманның бастап жатқан тірлігіне мен өзім іштей риза болдым да, өйткені мен де өзім сөйтіп бастағам. 92 жылы баяғы Мәскеуден мен лауреат болып келгеннен кейін сол Бауыржан шоу театрын құрған кезде мен жаңа балдарды көріп, өзім көріп жатырмын. Осы сахнаға біздің театрымыз бірінші біз Шымкентке барып қойдық. Мен өзім туған жерімде екінші концерт өсеруге қойылған. Ол 94 жыл мен әлі күнге есімде. Сол кезде біздің де балдарымыз жаңағы осы арманның қасында жүрген балдар сияқты сахнада сүрініп, қабынып, әйтеуір бір сөзі дұрыс, бір сөз дұрыс емес, сөйтіп тай-тай басып бастаған. Сондықтан да бір жақсы үлкен бастама болып жатыр екен. Сол бастаманың басында мен өзің мен бір жақсы көңілім толып жатқаны осындай енді армандар өнерге келіп жатқан жігіттердің қасында анау Тұңғышбай Жаманқұловтың классында оқыған, содан кейін сол курстан келіп менің қолымда актер болып істеген мына Дәурен деген бауырымыз осы армандарға қолғабыс тигізіп жаңағы қойылымына, жаңағы сахналық жаңағы шешімін табуына көмектесіп жүрген сондай жігіттердің көргеннен кейін менің көңілім жақсы жай тауып жатыр. Бұл Павлодар деген өзі бұл жерді мен өзім жақсы көрем. Біздің театрдың да аяғына тұрып кетуіне мысалы үшін осы жердің қаншама жігіттері қолдау көрсетті. Ол ана жақсының жақсылығын айт, нұртасын дейді. Мысалы үшін біздің театрымыздың да сол кезде қиналып тұрған кезде, ол кезде жұрт билет сатып алмақ түгіл, үйінде бір қап ұн сатып алсам дұрыс болады деп жатқан кезде, сонда театрға бір подпитка керек болды, көмек керек болды. Сол кездерде мысалы үшін осы сіздердің елдеріңізден шыққан қазірде де міне осы мен енді білмеймін, ол кісі бүгін кешкі концертке келді, мен өзім хабарласқам жоқ.
Болат Әділханов деген бір жігіт бар осы жерде. Бар ма осыңыз? Осы жерде мына троллейбусный парктың директоры деп естім. Сол кісінің мысалы үшін сол біздің сол кезде театрымыздың аяғына тұрып кейін үлкен театрға айналуына бірден бір себеп деген жігіттердің біреуі. Сондықтан да араларыңызда сондай азаматтар, өкімет жағынан қолдау көрсетіп, осындай жігіттерге сәл демеу жіберсеңіздер, ертең сіздердің алдарыңызда әрқашан қызмет жасап, әрқашан өсіп, ары қарай тағы да ұрпақты жалғастыру. Біз енді міне екінші ұрпақ болып қалдық, міне жасымыз біразға келсе де, бірақ дегенмен мен жаңа айтып жатырмын ғой, университетке сабақ беріп жатырмын. Енді Құда қаласа сіздер мына балдардың таланты бар, осылар ертең кәдімгі профессионалдық деңгейде тәлім тәрбие алу керек деген балдарды сіздер бізге жіберіп отыруларыңыз керек. Біз соларды оқытуымыз керек. Осы Керекудің жеріне шыққан жақсы талантты азаматтарды ары қарай жалғастырып, анау мен енді баяғы аталарымыз осы елден шыққан ана Кәукен ағаның қолында оқыдық, мысалы үшін сол кісінің батасын алдық. Бір сондай керемет адамдар еді. Ол тарихтың анау қабырғасына алтынмен аты жазылған кісілер, мысалы үшін. Баяғы ол кісінің анау сабаққа келген кезде отырып, анау сипалап отырып, айтып, анау жетпейтін жеріңді жегіңе дейін жеткізіп беретін ол кісілердің ақсақалдық тәрбиелері біздің есімізден кетпейді. Мына Баянауылдан шыққан баяғы Шәкен атамыздың жаңағы туған бауыры, мен енді Шәкен атамыздың көзін көргем жоқ. Біз енді келген кезде ол кісілер уже өмірден өтіп кеткен кезде біз неге Алматыға институтқа келген кезде. Бірақ енді Кәукен атамыздың қолынан біз дәріс алдық. Сондықтан да осы керемет жақсы жерде, осы табиғаты, тарихы бай жерде осындай талантты жігіттер шығып жатса, қолдап, қоштап, міне бүгін сіздердің келіп отқандарыңыздың өзі осы өнерге деген, осы мынау арманның, осы мынау ойын театрына деген көңілдеріңіз. Әйтпесе мынандай суықта нормальный ит жүрмейді далада. Рас, егер бір егесі жоқ, анау бір қаңғып жүрген, бір бесхозный иттер болмаса, нормальный хозяин итін далаға шығармайды. Мына өнердің құдіретіне қараңыз, 25-30 градус аязға қарамай сіздер міне келіп отырсыздар. Ол деген сөз осы өнерге деген, осы елімізден бір азамат шыққан екен, осы бір қолда жіберейік. Ол анау Алматы болсын, Астана болсын, өнердің деңгейі ол қалаға байланысты бөлінбейді қазіргі заманда. Мына жүрегінде бір жалыны бар азаматтар ол Павлодардан ашуы мүмкін. Ана Шымкенттің Шаншары бар, Ақтөбенің Екезуы бар деген сияқты әр жердің өзінің бір театрлары болу керек. Визитный карточкасы. Сіздер де ертең біздің ойынымыз бар ғой деп мақтанып жүретіндей осы театр сондай дәрежеге жетсін. Біз енді міне қараңыздаршы, мен кім болдым сонда? Мен қазір өсіп бата беріп жүретін жағдайға жеткенмін. Баяғыда актер болып рөл ойнайтын. Қазір міне өстіп ел аралап, қазір сәлдемді кім ұлан айтады, аға енді ұят қой, сәбіре мені киіп шықсақ, әйтпесе мен сәлдем бар қазір. Ақ сәлдем, ақ шапан, тәсбім бар. Сосын анау олардың негізі текстін бәрін сол оқиды, мен артында өсіп тұрамын да аумен дейтін жерім бар. Бірақ дегенмен енді осы мынау Арманжанның көңілі үшін мен енді сөзімді өзім айтайын, ауменімді өзім жасайын деп келіп жатырмын. Сондықтан да жолың болсын бауырым. Біз енді мен бір енді сонда өзімді бір ғұламамын, кереметпін деп бір бата беріп жатқанымыз, мен сені осы Әзіз Исқақ эстрада жанрында өмірден өтіп кеткен үлкен ағаларың бар. Үлкен біздің менің ағаларым бар. Сол кісілердің бәрінің атынан, сол кісілердің де осы жерде аруақтары ұшып жүрген шығар. Сол кісілердің бәрі осы жерде сахнада өнер көрсеткен. Біз баяғыда тамашада, мен ол кезде жас баламын, қанша концерт қойғанбыз осы жерде. Сондықтан да сол кісілердің аруақтары қолдасын. Өнерлерің таза болсын. Еш қашан дүние қуып өнер қоймаңдар. Бірінші мақсатта халқың үшін, халықтың көңілі үшін деп жасасаң, халқың өзі көтеріп әкетеді. Ол дүние де келеді, атақ та келеді, бәрі келеді. Сондықтан да өнер таза болсын. Рахмет. Енді сен кім жаңа Арман әкел. Жаңа неңді әкел енді, қайда? Кигізетіндерін қайда? Жоқ, ана микрофонда айтамын. Бала ғой әлі, білмейді ғой бұлар, жолын білмейді ғой бұлар. Бұл енді баяғыда мына шында да тамашада жүрген кезде, мен де осылар сияқты жаңадан бастаған кезде анау барып кел, шауып кел, ана Мейірман деген марқұм
анау шалды ойнайтын Гүлғадиша так деп жүретін баяғы Мәкең марқұм, сол мені тәрбиелеп өсірді. Қасында жүрем. Осы мына концертпен келеміз. Ол кезде тамаша жалғыз. Күніне 5 концерт қоямыз. Таңғы сағат 11-ден басталады, түнгі сағат 1-де шығамыз осындай дворецтен. Ең ақырғы 2 концертте не айтып не болғанын білмейсің уже. Осы миың айланып, әйтеуір сөз жоқ, тіл жоқ, тек жылай беретін жағдайға жетесің. Басыңды изей бересің. Содан кейін бір шарбақты дей ма, или бір лебяжи дей ма, сояққа бізді банкетке алып кетеді. Не дейді? Құдай бергеннің бір құдасының или жеңгесінің бір туысқандары саққоз өректерді, ол кезде сәбет өкімгесі. Сомен кетесің боранда. Енді 12-де 1-де шыққан адам, бір-2-де 2-жарымда жетесің. Содан кейін оны кіргізіп, қол жуып, анау-мынау, сомен сағат 3 болады. Содан кейін ең бір сөзді марқұм Құдайбергенге береді. Құдайберген сөз сөйлеген кезде, бұл кісі езген кезде, оған құлақтың құлағы шыдайды. Ана сөзді тыңдауға, нервтің нерві шыдайды. 1,5 сағаттан кейін ананың бәрі шыдай алмай, Құдеке, енді мына жігіттердің бәрі отырып қалды ғой, бірдеңе мына алдырып жіберсең шеса. Ойбай, мен негізі айтайын дегенім бұл емес деп басынан бастайды ол. Сосын тағы 1,5 сағат ұрады, сонымен 3 сағат, таңғы сағат 6-та бірінші тоз көтеріледі. Сонда мейірман мені қасына алып отырғызады да, ол кісі шыдай алмайды, 100 граммға бейшараның сондай әдеті бар еді. Ол гранионды толтырып ұратын әдеті бар. Yani жер жеткізіп бармасын, соны мені қасады. Сосын жайлап ана біреуін айтамдан, деймін, сөйтіп ана енді нормальный рюмкаға құйдырамын ғой. Көзіме тамызайын деп болсын. Өзімді стақаныма құй дейді. Өзінің стақаны гранион стаған. Құясын, сол стақанды алады да бүйтіп қарайды. Шақырады, 7 минуттан кейін бұл кісінің беті алаулап. Насыресі көтеріп сөйдет айтады. Тәк балабыны бір деп қой дейді. Мұналар енді сөйлей берсін дейді. Мен түсінбеймін бір нәрсені. Бұл обязательно стакан ұстап отырып сөйлеу керек қой дейді. Алып стақаннан кейін сөйлей беруге болады ғой дейді жаңа кісі. Сол сияқты сондай кісілердің қасында жүріп, тәлім тәрбиесін алып өскенбіз ғой енді дегенмен. Ана Абай атамыздың жақсы сөзі бар, үйренді жирен деген. Енді мен о кісілерден жиренетіндей жағдай көргем жоқ, тек қана жақсы жағы болмаса. Бірақ шында да асыл азаматтар еді. Біздің қазақтың нағыз кәдімгі кекілді, кәдімгі айтады ғой, айғасқа аттарынан, айтатын сөздерінен, жасап атқан тірліктерінен атыр көтіндей, ауызды толтырып айтатын бір керемет азаматтар еді. Сол жай есім алып атқаным. Сондықтан да сондай үлкен біздің қазағымыздың өнерін көтеріп кеткен азаматтардың аруақтары қолдап жүрсін деп, мен енді қазір осы мынау сіздерге өзімнің бір жақсы көретін әнім бар еді, соны айтып берейін. Соны қабылдаңыздар. Жақсылап, бәріміз қосылып. Бақытымыз әр жақта, тарап ұштық жан жаққа. Бала седік бір үйдің ағалары. Талай ауыр жолдарда айналдыңдар қорғанға. Әкем тірі сен барда ағалары. Ağalarım, ağalarım, artkan her gün bağalarım. İstep kaydan tabalamam, canı jaysan danalarım, ağalarım. Тоғай тірлік орманы,
Өмір оңай болмады, қыран құстай қорғады ағаларым. Арқа сүйер асқарым, биік ұстап бастарым, алға мені бастады ағаларым. Ағаларым, ағаларым, артқан әр күн бағаларым, іздеп қайдан таба аламын, жаны жайсаң даналарым, ағаларым. Өздеріңнен келемін, өздеріңе сенемін, басы болған кеменің ағаларым. Аңсап кейде жабығам, шалғай жүрсем сағынам, өздеріңе табынам ағаларым. Ағаларым, ағаларым, артқан әр күн бағаларым, іздеп қайдан таба аламын, жаны жайсаң даналарым, ағаларым. Ағаларым, ағаларым, артқан әр күн бағаларым, іздеп қайдан таба аламын, жаны жайсаң даналарым, ағаларым. Жоқ, ол емес. Ана Кутузов пен Толстойдың қиылысы бар емес пе? Кутузова 44. Иә, сол үй. Иә, тапсырамыз 20 мың теңге айына. Иә, бір бөлмелі, жарты жылға. Иә. Алло. 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 Гастарбайтер. Я не гастарбайтер. Я гастролер. Гастролер. Сенің атың кім еді? Меня? Иә. Меня называется Хажа Хурмағалиден. Через Х. Қалай? Хажа Хурмағалиден. Андағын сенің паспортқа қарап оқымасы білмейді екен мен андағын. Да? Бұның паспорты қайда кетті? Қайда қойды ма екен? Жарайды. Так, мен сені онда братишка дей берем. Братишка? Иә, братишка дей мен сен. Жарай ма? Братишка бергел. Ананы дұрыстап шегеле. Ана шегелер түсіп қалмасын. Да. Ты мне деньги заплатишь, да? Иә, бар. А то мне надо парикмахерский сходить. Иә, бар. Енемнің үйі ғой. Атырауға жарты жылға кеткен, қызым бағам деп. Андасында қара тұр деп кілтін тастап кеткен. Енді босқа тұрам ма? Біраз тапсырып ақша істеймін, бизнес ашып алайын деп жатырмын ғой. Алло. Да, сдаем. Однокомнатные. На полгода. Не, больше нельзя, а то Мустан Кемпер приедет потом. Ассаламу алейкум аға. Алло.
Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Кутузова 44 осы ма? Осы жазылып тұр ғой ені. Мен ғой сізге бағана маяк тастаған. Студент. Я. Ой, бәрекелді. Студент сенің квартира жалдап тұратындай, ақшаң бар ма? Ой, аға, қам жемеңіз. Стипендиям бар, ауылдан әке шешем жіберіп тұрады. Анамынан қақ кететінім бар. Қазір. Міне осы айдыкын алыңыз. Ой, бәрекелді студент. Сен өзі гоп-стоппен айналыспайсың ба? Жоға. Ай, бәрекелді. Так, студент, бір шартым бар. Бұл үйді арақ ішуге, темекі тартуға, жүгіруге, қыздарда келуге болмайды. Келістік па? Келістік, ағай. Мен мүлдем арақ ішпегем. Жүгіруге дейін саулық жарамайды. Ал қыздардан енді қорқам. Еркек екесің. Рахмет, ағай. Ағай, Ау, мына еркек кім? қайсы? Қасыңыздағы. Братишка ғой, қайдағы ақша? Бұлай дұрыстап шегеле бар. Бар кет жұмысын істе. Ақшаң қайдесі? Бар. Жадный. Бар. Так, братишка. Кел. Бұлай ғой. Бір шартым бар. Қасыңа тұратын кісі алам. Келістік па? Я. Келістік па? Келістік. Жатақханада ештеңе қалып қойған жоқ па? Жоға. Қалып қойды. Не болды? 2 лапшам қалып қойды. Жарады, 2 лапша менің атынан подарок болсын. Майонез бола ма? Мұнау. Мүмкін сен менен қаймақ сүретін шығасың. Кешіріңіз. Болды, бар. Бар, сабағыңды оқы дұрыстап. Ерте пәтерге қалай төлейсің? Бар. Не жазып отырсың сен? Чё пишешь? Видела, да? Я писала на стене, осторожно, здесь злая собака живет. Не дейді мынау? Қасым мен саған көрсетсем бас, қайдағы собака? Нету собака, да? Нету, понял. Хватит гавкать. Мынау? Можно я тогда телевизор смотреть буду? Можно, только не включай. Хорошо? Сейчас там политические новости начнется. Қайдағы политика? Бар сен, не лайды. Политика деп қойды ғой. Салам алейкум, братан. Уағалейкум ассалам. Молда бол. Жоқ, мен музыкантпын. Хат іздеп жүргем, немене қымбатты кеткеме бәрі? 20 мың теңге, пожалуйста, кіре бер. Бір кіргенде 20 мың? Айна 20 мың теңге. Сен немене көкте түскесің ба? Жоқ, лагердан шыққам кеше. Не үшін соттап жүрсіз? Бұрынғы үйдің қожайын ұрт бастаған, май сайын ақша сұрай берем ә бірдеңе. Әзілдеп жатырмын. Гитарамы сындырып алдым. Сонда не? Гитара сындырған үшін соттай ма не? Біреудің басына сындырдым ғой, қызғы екенсің ғой. Өзіңнің басы, өзінде де бар екен ғой. Нормально все. Негізінде мен өнер адамдарын өте қатты құрметтеймін. Да? Иә. Бұлай болсын, енді қасыңызда бір студент бірге тұра берсе қалай қарайсыз? Какой разговор, братан? Наоборот, жақсы емес пе? Там гость закончился. Студент, танысып қояйық, малой. Не малой, меня называют Хажа Хурмағалиден. Бұл студент емес, бұл братишка ғой. Сенің братишкаң? Туған. Ұқсамайсың ғой, чё ты? Мен әкеме, ол шешеме татқан. Не қайда? Хата көріп шықсам бола ма, брат? Әрине. Братишка, показывай. Көрсет. Бар, көрсет. Так, мынаған қалайсыз сен бала, да? Мына үйде гитараны менің басыма жар жүрмесін. Так. Мен бұдан жарты жылға бірақ алып болмайын бақшасын. Иә? Сөйтейік. Оңды бол, сосын енем өзі қуып шығады сосын. Братан! Хата тема бар. Ұнады ма? Тема, евроремонт қойды ғой. Иә? Үйдің аты үй екен, иә? Енді әрине. Енді бұлай болсын. Енді мен сізден ай сайын ақша алмай ақ қояйын. Тегін тұра берем мәне. Жоқ, енді тегін болмайды ғой енді ол. Просто тегін тұрып үйреніп қалған, братан. Жоқ, енді бұл жақта енді төлеу керек. Сондықтан да мен сізден жарты жылға ақшасын төлеп тұрсаңыз, спокойно тұра беріңіз. Жарты жылға? Так. Хорошо, разговор жоқ. Қанша? 120 ма? 120 болады. Так. Мә, 100 мың. Қалай 100 мың? Е. 5 айдыққандағы? 120 болу керек қой. Бір айдықын братчикаға бердім, не болды? Қайдағы братчик? Гастербайтер, бер кел. Не болды? Жай, бізде семейный разговор. Сіз кіре беріңіз. Жарайды. Орналаса беріңіз. Гастербайтер, бер кел. Студент, я тебе покажу. Бер кел. Сен неге ақша аласың? Әкел ақшаны тез. Бол.
Я думала, мой зарплата. Қандай зарплата? Бір аядай бөлмеге жарты жыл ремонт жасадың ғой сен. Күніне 5 балта сындырасың. Да? Я здесь больше ремонт делать не буду. Я другое место жить нашел, в центре. Қайтесің, Платите мне деньги. Осында тұра бер, тегін тұра бер. Здесь жить не буду, я опасно здесь. Крыша на башка упадет, совсем мертвый будешь. Қайдағы упадет? Мынау евро ремонт бұл. Кому ты лапша говоришь? Это я делал ремонт, не евро ремонт это. Евро ремонт, бар. Деньги не платишь. Бар. 2 раза жадный. Ақшақшыны өліп барды. Деньги не платишь. Бар. Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Бағана біз ғой квартира жайлы звондаған. Жас семья деген. Иә, жас семья сол біз. Ағай, Не болды? сіздің брачкаңыз Александр Сергеевичті полға шегелеп тастапты. Астағфиралла. Тоқта. Бізде ондай квартиранттар бар ма еді? Пушкинді кітапты полға шегелеп тастапты. Студент. Бар, ене кісілермен сөйлесіп отырмын ғой. Не деген адамсың айналайын, ба? Мынау кісіні шошытты ғой, біреу шегелеп өлтірді ма деп шошып кеттім ғой. Келген шаруамды ұмытып қалдым. Не? Сіз телефонмен сөйлесіп едік қой сізбен. Бағасы қанша болады екен? Бағасы айына 20 мың кісі басына. Басқа жерде кісі басына 40 мың теңге. Онда аламыз. Қымбаттап кеткен. Аламыз онда осы үйді. Тұр солай. Квартираңызда не бар, не жоқ? Ой, менің квартирамда не жоқ? Интернет, компьютер, туалет, ванна, осының бәрі жоқ. Қалай? Туалет, ванна жоқ болса қалай тұрамыз? Тұрмаймыз онда. Жоқ, бұлай ғой, кішкене бір минут. Қазір ремонт жасалып жатыр мінекей. Сол бір айдан кейін бәрі болады. Осында қалай бір ай бірдеңе қыламыз енді? Бір ай штаймыз. Онда бір шартымыз бар, бір 6 айдыкін бірден төлеп тастақ бола ма? Қазір қайдан іздейміз? Бір айдан кейін қоңып шықсаңыз тағы да. Ақшаны төлеп тастақ. Клиент всегда прав қой енді өзі. Оны төлеп тастайық 6 айдыкын, иә? Жақсы, санап алыңыз 6 айдыкын. Саудада туыс жүрмейді деуші ме еді, санап алыңыз 6 айдыкын. Ақша қалмыз бізде. Енді соңғы тамаққа деген 5 мың қалды ғой. Бәрі дұрыс екен. Енді бұлай ғой, бір шартым бар еді. Айта беріңіз. Қастарыңызда бір студент бар, бір музыкант, сосын бір братишка бірге тұра берсек. Бәрі бізбен тұра ма? Иә. Не істейміз? Қайда барамыз? Қайдан істейміз қыстың? Бізге бөгеті жоқ. Қайта студент баламызды отады, музыкант пьеса жырын айтып береді. Ал братишкасына паузыға жұмыс қойымыз. Сөйтейік баламыздың палзукен боғын жауып отырсын. Мына жеңгеміз өте ақылды екен. Бірақ мына палзуки дегенде шығады, мына бала үшін кішкене төлемейсіздер ма? Кішкене бала үшін де ақша сұрайын деп отырсың? Енді ол үшін енді сіздер енді детский аласыздар, ақша аласыздар ғой енді. Сондықтан бір 5 мың теңге болсын, бала үшін қосыңыздар. Өзің жұмыртқадан жұмыртқан бар екенсің. Мә, ішіңді тық, қазір ішіңдегі балаға да ақша сұрайды. Что ты делал? Я тебе сказал, не мешай мне. Я тебе сказал, не мешай мне. Не болды? Адам құсап гитарамен әнін жатсам, ретінді бұза береді балғасымен. Он на подвале играл гитаре. Бай, баланы оятындар, баланы оятындар. Әлдейін айт, Братан, давай бір ән айтып берейін. Музыкант. Владимирский централ, ветер северный. Андағы 5 жырына ұқсамайды екен. Бесік жыры? Міне бесік жыры. Золотые купола, душу мою радуют. Рахмет. Братан, андағаннан кейін ана бала папаня жемес өтін болады ғой. Нормально. Шоштың бала кіште қойыпты. Біз ана жаққа жайғаса берсек бола ма? Бала мазасы. Золотые купола, душу мою радуют. Ремонт. Деньги плати. Ты им скажи, чтоб стоя спали. Мест нету. И пусть подоконник не трогает, мое место. Жадный деньги берет сколько людей. Заводишь. Good morning. Я по объявлению. Квартира нужна. Сколько стоит? Какой страшный. Что говоришь? Квартира, говорю, сколько стоит? Тебе квартира нужна? 25 тысяч. 20 написать было в газете. 20 ему, 5 мне. А вы кто? Не знаешь, что ли? Я Хажа Хурмагалиден. Братишка, слушай. Я очень крупный строительный фирма работал. И там очень крупный строительный фирма, начальник был давно я. Сенді міне? Туысын шақырып алғасың ба? Не знаю я его. Понаехали туда. Good morning. Ассаламағалейкум, монинг. Я турист. Мне нужно ночевать. Отель. Отель хотел. Yes.
Квартира. Yes. Да, сдаем 20 тысяч. Скажи 25, братишка без денег ходит. Кушай, ну. Я неделю назад сюда приехать в гостиницу И что, сгорел? Нет, там мои вещи, документ, сорвать. Я по-русски плохо разговаривать. О, дура, книга читать надо. Да, братишка тебя научит. Да, у нас по-русски язык сам физрук преподавал. О, Хажа Хурмагалиден звали тоже. о. У меня по-русски 5 с плюсом. Ой, бәрекелді. Сосын екен ғой өсіп жетсін. Да, я ему тоже ремонт делала. Жетіскен екенсің. Да, 5 с плюсом у меня. Ой, бәрекелді. У него money есть? Мани, кармане есть? Доллар? Да, доллар. Есть. 20 тысяч доллар. Может, тенге? Тенге, 20 тысяч. Тенге. О, бәрекелді. Деньги считаешь. Ты ему скажи, что у нас народу вот так. Так, бір шартым бар деген қалай айтсам болады, бір шартым бар. Я знаю русский, скажи, у меня одно условие есть. Молодец, слушай. Молодец. Красный диплом. Да, я тебе сейчас... На тебе. 100 тенге. Это 200 тенге? 200 тенге. Это мало. Много это. Да? Да, каждый год получишь по 200 тенге. Через 100 лет у меня будет 10-20 тысяч. Да, ты богатым будешь. Через 100 лет? Да. Я тебе тогда ремонт делать не буду. Ой, молодец, дұрыс. Так, у меня есть одно условие. Здесь много народ, много наций живут. И вы должны жить вместе дружно и хорошо должны жить. Хорошо. Вот, братчика, показывай. Дом показать? Квартиру покажи. Пошли. Ты не заблудишь здесь, а хорошо? Ой, бәрекелді. Мынау деген қызып тұрған бизнес қой. Ой, телефонға дамыл жоқ. Алло. Тапсырамыз. Футбольный команда? Неше адам? 12. Келіңіздер. Кісі басына 20 мың теңге. Орын бар. Ой, орын жедер. Келіңіздер, күтеміз. Жақсы. Ал. Тағы 12 адам келеді қазір футбольный команда. Оңды болды ғой. Сендерге әрдайым орын бар. Менің үйіме кеп қоныңдар. Студент бар, братишка бар, негр бар. Келіңдер. Мына телефонға дамыл жоқ қой. Алло. Ау. Саламатсың ба, сұрағым? Саламатсыз апа. Саламатсыз ба? Алло, апа, саламатсыз ба? Бізге жетпей тұрған енді кемпір еді. Алло, үйін тапсырып атын ба, сұрағым? Тапсырам апа, бірақ орын жоқ. Тапсырып қойдым. Орын жетеді, орын жоқ мұ жақта, ренжімеңіз. Тапсырамыз. Ау. Мен енен күләшпін. Көрсетем мен саған үйді тапсыруға. Мама. Ертең келем. Мама. Мама мия. Құрған жерім осы жер. Қайтсен болады. О! Болды. Үй тапсырылмайды. Шығыңдар. Мен сендерді зорлап кіргізген жоқпын. Болды. Ақшалар қайтарылмайды. Босатыңдар. Болашақ жастарда дейді. Қаңғып жүрген жастардың болашағы бұлдырлау сияқты. Болашағынан ақшасын үнемдеген елдің болашағы не болмақ? Расында да, біздің елде қолжетімді баспана түрме ғана ма? Қазақстанның демографиясын өсіру керек дейміз. Не үшін? Онсыз да қаңғып жүрген қазақ аз емес. Оказывается, здесь много таких, как я, да? Бездомных.
Но меня народный есть дом. Там тепло. Там моя мама. Там физрук Хожа Хурмагалиден живет. Да, оказывается, здесь мертвые лучше живут, чем живые. У них такие дома. Ой-ой-ой. Ладно, я поехал домой. Как говорят казахтар, есің барда елің тап. Турист, постой! Турист, тебе ремонт нужно? У меня евроремонт. Турист, постой! Ал біз туған жерден кетіп қайда барамыз? Қош болғайсың ей қалған, қош болғайсың, боз жорғаның шылбырын, боз салғайсың іңкір жан ақерке аман бол. Ауылың шалғай кеткенде беу қарағым, мен құрбыңды қалдауде еске алғайсың іңкәр жан ақерке аман бол. Alыс қалда үңкер жан ақерке